Ассалаумағалейкум, көпшілік сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерге Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жағынан жаңадан шығарылған қазақ картасы туралы жағымды жаңалықты жеткізетін боламыз. Назарларыңыз бізде болсын. Ондай болса, қазақ картасы дегеніміз не? Қазақ картасы дегеніміз ол шетелдегі қандастардың тарихи отанымен байланысын нығайту үшін оларға берілетін қазақ картасы болып табылады. Енді бұл картаның иесі саяси құқықтарды қоспағанда тұру құқығымен бірдей болатын елге жеңілдетілген кіру құқығын иелене алады деген сөз. Яғни Қазақстан аумағына кіргеннен кейін өзінің сауда саттығын ашу, жылжымайтын мүлікке және басқа да мүлікке иелік ету, қаржылық операцияларды жүргізу құқықтары бола алады деген сөз. Енді қандастарымыз жөнінде еш мәселе жоқ. Олардың келуі бүгінгі таңда қолданыстағы заңда толық қамтылған. Сонымен бірге шетте жүрген өзінің сауда саттығы бар. Бірақ елменен тарихи байланыста болғысы келетін этникалық қазақтар да бар. Сондықтан қазақ картасы деген әлемдік тәжірибеде бар карталардың бірін қолдануды көздеп отырмыз. Ондағы негізгі түйін, егер шетелдегі этникалық қазақ сол елде тұра беремін, бірақ еліме келіп, сауда саттықпенен айналысып, өз елімнің дамуына үлес қосамын десе, олардың келіп кетуіне толық мүмкіндік беріледі. Және жеңілдетілген визалар да беріледі. 10 жылға дейін уақытша тұру мүмкіндігіне ие бола алады деген сөз. Ондай болса, бұл қазақ картасын алудың қандай шарттары бар дегенде төмендегідей бірқанша түрлі шарттар бар. Біріншісі, қазақ ұлтына жататын немесе қазақтың бұрынғы азаматтығын растайтын құжатының болуы керек. Екіншісі, қазақ тілінің базалық деңгейін білуі керек. Үшіншісі, қазақ мәдениеті, салт дәстүр менен әдет ғұрпы туралы негізгі білімдерді меңгерген болу керек. Төртіншісі, Қазақстан азаматтығының немесе Қазақстан Республикасы аумағында тұруға ықтияр хатының, я болмаса оралман куәлігінің болмауы керек. Міне осы шарттарды толық орындағанда ғана осы қазақ картасын алуға болады. Қазақ картасын алған соң, біздің Қазақстан аумағында 10 жылға дейін визасыз тұруына болады. Яғни осы 10 жылға дейін өзінің осы жерден бизнес ашу арқылы сауда саттықпен айланысуына болады. Және тұрақты мүлікке сатып алуына, осы арада тұрақты мүлікке қоныстанып, уақытша 10 жылға дейінгі аралықта тұра алады деген сөз. Ал сіздердің осы қазақ картасына болған қандай пікірлеріңіз және түсінбейтін жерлеріңіз болса, төменде өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет.